Сәлем қыздар, бүгін біздер үй жағдайында осындай бургер дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Ол үшін алдымен сүт, су, қант, ашытқы және 3 ас қасық ұн салып сұйық ашытқы жасаймыз. Бетін жауып 20 минутқа қоямыз. Барлық ингредиенттердің мөлшері видео астында көрсетілген. Минут өтті. Бізде енді осындай қоймалжың масы шығуы қажет. Осыған өсімдік майы мен тұзды қосамыз. Кейін біртіндеп қалған ұнымызды қосып, қамыр жасаймыз. Мінекей, қолға жабыспайтын осындай жұмсақ қамыр шығуы қажет. Қамырды тең 2 бөлікке бөліп, биіктігі 1 см болатындай етіп жаямыз. Осы илеген 2 қамырымызды бірінің үстіне бірін қоямыз да, дөңгелектер кесіп шығуымыз қажет. Менде диаметрі 8,5 см. Дөңгелек етіп кесіп алдық. Енді осыларды противенға бірін арасын алшақтатып жайып шығамыз да, бетін орамалмен жауып 1 сағатқа көтерілуге қоямыз. 1 сағат өтті. Осындай керемет болып көтеріліп шықты. Енді үстінен жылы су жағамыз және күнжіт себеміз. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градусқа 25 минутқа қойып пісіріп шығамыз. Біздің бургерге арналған бөлкелеріміз піскенше, біз котлетті дайындаймыз. Ол үшін фаршқа тұз, бұрыш қосамыз дәміне қарай, және де осылай целлофан пакетті котлетті дайындау үшін қолданамын. Видеодан көрсеңіздер болады. Біздің бургерге арналған бөлкелеріміз дайын, өте жұмсақ болып шықты. Қазір ортасынан кесіп көрсететін боламын. Екіге кесілген бөлкен нандарды қыздырылып тұрған табада аздап күйдіріп шығамыз. Бургердің негізіне мен кетчуп пен майонезді араластырдым. Осылай астына жағып шығамыз. Кейін видеода көрсетілгендей етіп, барлығын жинап шығамыз.
Сонымен біздің үй жағдайында дайындаған бургеріміз дайын. Өте жұмсақ әрі дәмді. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын.